ол мынандай зат. Короче, мен кеше бір зат істедім, и бір кісі маған көмектесті. Өзі келісті басында, иә деді. И сөйтті де көмектесті, бірақтан ол, кажется, көмектескісі келмеді на самом деле. Сөйтті де бүкіл осы кешеден бастап бүгінге дейін ызасын неше түрлі затпен шығарып жүрді. Неге кешіктің, неге уақытында келмедің деп. И мен бір жердің адресін сұрағам ғой. Ну-ка, адрес қандай, подскажите деп сөйтсем. Білмеймін ғой, мен қарап алса деп, хотя қасында кісілерден сұрауға болар еді. Неге кешігіп жүрсің, келмейсің ба уақытында, бір нәрсе, шын нәрсе деп. Оның бәрі маған көмектескеннен кейін басталды. Хотя ол адресті жанындағылардан сұрап білсе болар еді, или же местоположение жіберуге болар еді. Жоқ, ол үйтпеді, ол до конца қарап ал өзін, білмеймін, бүйтсе, сөйтсе, типа, примерно мына жерге кел, потом арға жауап бара саласың ғой деген сияқты сөйтті да. Хотя можно было бы легко вот это решить. Сұрап жатырмын, айтпайды. Ладно деп бардым, сөйтіп келгеннен кейін басқа заттарға ашулана бастады. Анаған бір тиісті, менің бір әрекеттеріме тиісті, орынсыз. Одан кейін азанда тағы да әлі де вот напряжение, әлі кәдімгі ана адамнан бар ғой, ыза үстіп үйіліп жатыр үстіне. Одан кейін бір затты айтты, и вообще қатысы жоқ. Қазір мен сіздерге бүкіл деталін ашып айта алмай жатырмын да, бірақ примерно айтайын, чтобы сіздерге де пайдалы болатындай. И сөйтіп айтты да, бір затқа, незначительный затқа алды да, мені вот шок еткен сияқты, өйстіп ұрған сияқты. Қазір вот үстіп кет, а то потом үстіп жүресің ғой деп. Хотя ол затты вообще басқаша айтуға болар еді. Хотя ол затты вообще айтпауға да болар еді. И вот осы жерде қараңыздар, қашан адам сізге андай осылай көрсетіп жатады, непонятно, вроде бы легко это решаемый зат, бірақ почему-то адам сол решениеға жақындамай жатады ғой. Қиындата береді. И түсінуіңізге болады, қасыңызда пассивный агрессор бар. Олар неге үйтеді? Мысалға, басында неге маған көмектесті? Неге ол маған жоқ деп айта алмады? Отказаться етуден қорқады, өйткені отказаться етсе жаман болып қалады. Бірақ іште злость тұр. На самом деле ол көмектескісі келмеді. Это явно, мен оны сосын түсініп аттым, ол явно көмектескісі келмеді. Бірақ ол өзінің жаңағы мен жаман болып қалам деген страхы бар. И содан алды көмектесті. Өзін міндетті сияқты санап, должен сияқты санап. И бірақ сол зат ішінде кипетеді да, и мен шығарып жатыр, бит шығарып жатыр. Еще олар бар ғой, анда вроде правдоподобный заттарға придираться ете бастайды, будто еще сен кінәлі қылуға тырыстырады. И сосын айтасың, ой, на самом деле проблема же в этом, давай решим десең, жоқ, оған вообще жауап береді. Жоқ, сен вот ана жерде үстің ғой, сен кешігіп келдің ғой деп, оны бүйтіп үлкейтудің қажет жоқ та, бірақ олар алды үлкете береді. Неге? Чтобы өзін қайтадан жаман шығармашы, чтобы оларды не разоблачили. Сен уже тауып тұрсың ғой, қара, сен на самом деле мына затқа ашуланып тұрған жоқсың ғой. Мәселе мынада ғой деп сен оның ойынын ашып қойдың ғой. Вот театр окончен, вот понятно, почему ты осылай ашуланатын, осы реакцияны көрсетіп деп, оның шын жүзін көріп қойдың ғой. И олар үшін ол ең үлкен страх. Олар оны ни за что көрсеткісі келмейді. И алады вообще басқа заттарды тыға бастайды. И үстіп жүріп манипуляция жасайды. Маған манипуляция жасап тоже. Не деді, типа, қан өстіп істемейін деген, әнін істейді екенсің ғой, қан сен жұрттың бәріне өзгерін деп айтасың, қан осымалысы келгенің деп, потому что өзін айтқан істете алмай қойды да. Өйткені сол пассивная агрессия, прям агрессия кәдімгідей жауып, и мен алдында үздім контакты. Все, осы жерден тоқтатайық, болды, контакты үземіз деп. Өйткені ана зат шықпас жолға бара жатыр. Егер де контакты қала беретін болсаң, или мен жынданам, сосын айқайлаймыз, ұрсамыз, или ол жындана сөйтіп быт-шыт ұрысқа айналып, арасы быт-шыт болып кетеді. И сөйтіп үздім. И ол сол жерде үзген кезде маған уже манипуляция жасай бастады. Типа, не я такой плохой, жаңағы, мен ондай жаман зат істемедім, менің бұл жерде ешбір кінәм жоқ, олар үшін вообще кінәсін мойындамайтын адамдар. Менің вообще кінәм жоқ бұл жерде сен жамансың, сен өзгеріп отқан түгінде жоқ. Сен өтірікшісің деп манипуляция жасайды. Бірақ, конечно, манипуляция подаваться етпедім. Бірақ вот реально бар ғой, энергия нереально жейді. Сондықтан қараңыздар, егер сонда манипулятор қасыңызда болса, пассивный агрессор болатын болса, олардың алдына четкий граница қою керек. Границаны қоясың, и потом сол айтқан затында до конца тұрасың. Егер до конца тұрмайтын болсаңыз, сіз как бы ана грушаға айналасыз, боксерская груша бар ғой,
ызаланған кезде келеді, ұрып кетеді, потом ертесіне успокаивается, жүреді, потому что нерві шықты, кейін келеді да қайтадан ұрып жүреді. Ол адамдарда қараңыздар, прямой тек қана сізге қатысты недовольство болмауы мүмкін, жаңағыда бай көмектескісі келмеді, бірақ көмектесті ғой, должен сияқты сезініп өзін. Осы зат басқалармен де повторяться етуі мүмкін, басқаның алдында тоже амал жоқтықтан мені жаман демесін деген оймен көмектеседі или бір нәрсе істейді, и сөйтеді, соның ызасын алады да сізге құса бастайды. Жаңағыдай, то тамақ дұрыс істемедің, то балаға дұрыс қарамадың, то ой сен всегда осындайсың деп писе бастайтын болады да. И сол кезде адекватностьты жоғалтпау өте маңызды. Миды қосасыз, на эмоциях кетпейсіз. Мысалы, мен қазір бір сериал бастадым да, Масумиет деген, невинность деген. И вообще ол жерде ана паттерндарды көресің ғой, поведение, адамдардың травмаларын, нелерін, и өте қызық. И сол жерде бір байқаған затым, мен алдын айттым ғой, ақша психологиясын тоже үйреніп жүрмін деп. И сол жерде тоже қазір екеуіне қатысты зат айтайын деп жатырмын. Сол жерде мысалға бай кісілер туралы айтады, ақша психологиясында. Бай кісілер қандай дейді, олар өздеріне максимально жақсы қарайды. Жақсы қарау ол тек қана физически крем не зат емес, в то же время ұстауын, поведениесін айтады ғой. Бай болғың келсе, бай сияқты әдеттерді әдеттен. Мысалға, бай адамдар ни за что, жаңа магазинге барғанда өзіме осы привычка привыкать етіп жатырмын, прививать етіп жатырмын, короче. Бұрындары мен анау осылай бір тұрады, осылай екінші жол тұрады ғой. Біз аласын қысқарту үшін ортасынан жүріп өте саласың ғой. Ал элегантный кісілер ни за что етпейді. Олар алады да, қанша асығып жатса да дұрыс жолмен жүреді. И мен сол затты бастадым. И ана кісілерде, жаңа кинода осыған қатысты өте бай бір семья болады, и балалары үлкен бір косяк істеп қояды. Өзінің невестасы болады, бірақ ол соған қарамастан бір кіші қызбен жүре бастайды да, и онымен отношения болады. Одан кейін сол жерде жаңағы жас қызды жігіттің невестасы біліп қояды да, оны біреуге заказать еткіздіріп, өлесіне ұрғыздырып, больницаға түсірткізеді. Даже өлтірткісі келеді, бірақ оны тауып алып, больницаға алып барады да. И содан кейін расследование басталады. И сол даже сот барысында үйде осы заты разбираться етіліп жатады ғой, баланың арқасы ашылды, семьясы в шоке, қалай сен жас қызбен, кішкентай қызбен, и то біздің теңімізбен жүрдің, бүйттің, сөйттің деп. И олардың сөйлескен өзінің манерасында анда эмоцияға беріліп кету жоқ. Жаңа айттым ғой, пассивный агрессор саған нападать ете бастаған кезде, и сен реальность екенін былай различать етіп қарай алмаған кезде, сол потокқа, сол ойынға, театрдың ішіне кірген кезде сен на эмоциях действуешь. И көп қарасаңыздар, фильмдардан да көре аласыздар, бай кісілер, ауқатты кісілер, кәдімгі реально осылай әулеттен әулетке келе жатқан бай кісілердің не только ақшасында разница, өзінің ұстауында. Олар не только на эмоциях, на мидың жарты бөлігімен ғана не действует. Олар эмоциясын сезінеді, параллельно на рациональное мышление қосылады. Мидың екі бөлігі де қосылып жұмыс жасай бастайды. Сол кезде ғана олар сол арқылы өсіп отыр. Ал біздер қайтеміз? Мысалға, әл-ауқаты средний отбасыларды қараңыздар, немесе даже өте төмен отбасыларды қараңыздар. Олар бір проблема болған кезде, как это решают? Қазір давайте сіздермен кішкене сөйлесек. Сіздерге осы сұрақ. Олардың үйінде проблема болған кезде, вообще вот проблема естілді, сіздің қызыңыз бір жігітпен жүріп кеткен екен, екі қабат болып қалды екен. Проблема как решается? Сіздерден жауап күтейін. Енді Айнұр ханымның историясын басқаша қылып шығарамыз енді. Давайте сіздер жауап жазыңыздар, чтобы просто қарап емес, реально бір польза алып кету үшін бірге не істейік, дискуссия жасайық. Ұрыс айқаймен жылап немесе, бірақ хотя шешпейді ғой, от ұрыс айқай жылау бар, и только нападает на друг друга. Вот, и ана жақта папасы, осыға дейін мамасы айтады ана қызы туралы, что мына қыз не то жүр, уже үшінші рет түнде кетіп жатыр, болмайды бұлай деген кезде, оның мамасы, жаңағы айтып жатқан қыздың мамасы, ерте жасында тұрмысқа шығады екен да, сөйтіп диплом алмайды, бітірмейді, и ол баласын босанып, жаңа сол бірінші қызын, папасына айтып жатқан қызын босанады, и солай семья құрады. А күйеу болса, оның сол почвасына босады. Ой, сен не түсінесің? Қызы универге түскен, оқып жатыр. Не түсінесің жастардың мәселесі туралы? Қазір жастар работают, олар осылай общаются, это нормально, сен өзіңнің қалып кеткен ойыңмен ойлама деп, кәдімгідей напрямую нападает.
мамасы хотя қанша сол кезде айтты, мынау что-то не то жігіттермен жүр, бір өте бай машина келіп алып кетті, бұл адам ни за что бұның сверстнигі бола алмайды деп та. Бұл өзінен жасы үлкен адам деп мамасы оны қанша сезді, папасына айтады. Так, айқайлап шығамыз, қырылыс төбелес болады, иә. Сөйтіп айтады, а папасы сол кезде жаңағы мамасын унижать ете бастайды. Пассивная агрессия. Ой, сен не білесің деп. Хотя әкесінде какая почва была сол мамасына сөйтіп түйсуге, ол уже әйелін жақсы көрмей қалған. Оның өзінің комплексі бар. Обычно пассивный агрессорлар өзінің комплексін на других просто құсып атады. Өзінің комплексі бар өзінде, недовольный собой. Сөйтеді әйеліне тисе береді, напряжениені как-то шығару керек қой. И сосын, короче, вот история болды, қызы быт-шыт жаңағыдай невестаның заказымен быт-шыт болып больницада жатады, бүкіл сүйегі сынған, комаға түсіп кетеді. И осы жерде папасы уже мамасынан нападать ете бастайды. Кезінде мамасы келіп айтып атады ғой, қара қызым что-то не то, давай рұқсат бермейміз дегенде, ол вообще это ни в какой не признавал, өйткені оның любовницасы болады уже на тот момент. И это как-то он легко воспринимал все это. Осылай қызы жаман затқа түскен кезде алады да, мені сенің қызың, осыма сенің тәрбияң, деп, короче, ответственностьтан олар зуп страшно қашады. И ана кісі де солай, пассивный агрессорлар да солай, ответственностьтан осылай қашады. Ол реально отырып айта алмайды, вот отношенияда маған мына зат ұнамайды, давай осылай істемейміз демейді да. Ол барады мамасын қыстырады, барады басқасын қыстырады. Әйтеуір отношения всегда басқа біреуді кінәлап жүреді, или на крайне қосатын, ешкім болмаса алады да сені кінәлайды. Ал отырып меня, реально это не устраивает, меня деп айтпайды да, это ты такая деп өзін мойындамайтын болады. И вот папашаны тура сол заттарды істейді. И қараңызда, осы жерде пассивный агрессорлармен егер де сіз реальностьті ажырата алмасаңыз, на эмоциях чисто кететін болсаңыз, ол ешқайда апармайды, ол шықпас тығырыққа апарады да, айқай-шу қайттан бола беретін болады. И это ухудшаться ете береді. Араларыңызда уже жаңағы сол адамдармен сина пайда болады, ол сен біреуге жамандайды, сен ол біреуге жамандайсың, и каша-маша театр болып кетеді целый, да. Біреу жертва, біреу жаңағы тиран, біреу спасатель, быт-шыт болып кетеді өмір. Ал қашан сен мына затты да қосасың, екінші рациональное мышление да, логично ойлап, размышлять етіп, так, қазір айтып атқан маған обвинениесі, менде бар ма, жоқ па, қарайсың. Если это вам кажется неадекватным, қараңыздар өздеріңізге, сеніңіздер, өткенде де айттым ғой, дене өтірік айтпайды. Если вам кажется то, что ана адам орынсыз сізге что-то предъявляет, значит, вы правы. Ол орынсыз айтып жатыр. Ол сізге просто өзінің затын құсып жатыр. Өйткені сезімдер қайдан келеді, білесіз ба? Сезім жүректен шығады. Ал жүрек не? Жүрек Алланың мекені. Алла құлына жолын оңайлатқызу үшін осы өмірде, чтобы Алла қалағандай бізді қандай мақсатпен жаратты, қандай өзінің бір так, ниет деп айтама дұрыс емес айттым, мақсат деп айта берейін, давайте, Аллах адамды неліктен жаратты, сол затқа қарай бізді жеткіздіру үшін Аллах біздің жүрегімізге всегда андай компас секілді өстіп көрсетіп отырады жолды. Ол компастар біздің сезіміміздер. Сол үшін сезімдеріңізге мән беріңіздер. Егер де сіз жаңағыда неадекватностьті сезіп жатсаңыз, вы правы, это неадекватно, сол жерде шық етіп қою керек границаны. Беріліп кетіп, егер чувство вины бар болатын адамдар болса, олар болса различать ете алмай қалады, өзін кінәлап кетеді, и өзін ақтағысы келіп кетеді, вот играға полностью кіріп кетеді, өзін жоғалтады. Мы өшетті чисто жаңағы на эмоциях действовать ететін болады, а ол адамды өсірмейді. Өсіру үшін, баю үшін, білесіздер ма, көп ақша табу керек емес, көп жұмыс жасау керек емес. Баю үшін ол өсу керек, рухани өсу керек. Рухани өсу тек қана намаз емес, зікірлер емес. Рухани өсу ол бүкіл біздің өміріміздегі іс-әрекеттер. Құлшылық қой, құлшылық жасаған адам өседі. Құлшылық, егер исламды білетін болсаңыздар, шет жақтан естіген болсаңыздар, әйел адамның үйін жинағанда құлшылық. Біреумен отырып сен сөйлескенің, ол да құлшылық. Егер де Алланы еске алып істеген болсаң, неліктен ол зат істеп жатқанын білген болған кезде, бұл саналылық уже. Әр әрекетіңді не үшін істеп жатқаныңды, қандай ниетпен істеп жатқаныңды білу. И ол ниет, қараңыздар, мынандай емес, сол бала шағамды асырау үшін, сол мені жаман деп айтпасын деген түсіну емес. Егер сіз солай істейтін болсаңыз, басқа үшін істейтін болсаңыз, жаңа бір күшті разбор болды, консультация болды бір қызыммен, и жұмысында бір коллегасымен конфликт болады. Сөйтетте, ол жерді разбирать еттік. На самом деле, ана қыздың ешбір кінәсі жоқ, ана пассивный агрессор.
оған нападать еткен, өзінде бір қателік болған, дұрыс емес деген, алады да мынаған жабады соны, сен дұрыс емес дедің деп. Жаңағы айттым ғой, пассивный агрессорлар жауапкершілік алмайды, олар всегда шық деп басқаларды кінәлап отырады, или алады да вот мен емес қой, мынау айтып жатыр ғой деп сөйтіп жүретін болады, өзі жоқ ол жерде. Сөйтіп айтады, и біз оны разбирать етіп, прорабатывать етіп, шұқыладық, қазбалап, бүйтіп, и соңында сұрап жатырмын. Ал енді қандай сезімде істесем, ол айтады, егер мен ертең жұмысқа барсам, мен ол кісіге ақталғым келіп тұр дейді. Не үшін ақталғыңыз келеді? Чтобы ол маған жаман көзбен қоса қарамасын, чтобы басында бүйтіп айтты, чтобы ол кісі хмуриться етіп жүріп, бүкіл атмосфераны бұзбас үшін деді. Пока біз ана кісімен енді жұмыс жасап жатырмыз, бұл жұмыстар бірден жүрмейді. И пока ол бала сияқты қарап жатыр. Бала сондай ғой, папа, мамам бәрі жақсы болса екен, настроениялар бұзылмай, үйде әдемі жүрсе екен ғой дейді. И бәрін істеуге тырысады. Кешірім де сұрай салады, қалаған затын да істей салады, ақталады. Мам, я так не хотел дейді, чтобы мамасы күліп, атмосфера жақсы болған, иә. И ода тура сол состояние. И знаете, қашан сіздер осындай состояниеға түсесіздер, біреудің көңілін аулау үшін, маған жаман қарамаса екен, маған ренжіп қалмаса екен деген ойға түскен кезде, вы на автомате төменге түсіп кетесіз. И ана адам возвышается над вами. Соответственно, міне сіз төмендесіз, ол сізден биік тұр. Биік тұрған не істейді? Биік тұрған сізге усмехаться етеді, высокомерно қарайды, табалайды, кінәлайды, короче, бүкіл былықпайды істейді. Өйткені сіз уже иіліп тұрсыз. Аллах адамдарды адамға иілу үшін жаратпады, тек қана өзіне иілу үшін жаратты. Сол себепті де бізге сол чувстволарды береді, компас ретінде біз дұрыс жолға бағыттап отыру үшін. Так бүкіл адамдар тең, біз бәріміз теңбіз, біз бәріміз құлмыз, біз барлығымыз құлмыз, біз тек қана Аллахқа мұқтажбыз. Осы затқа жету үшін и так-то Аллах солай управлять етеді бізбен, направлять етеді деген, направлять етіп отырады. Таңдау бізде, біз или вот өзімізді тыңдаймыз и сенеміз өзімізге, или аламыз да, как всегда, бас тастап, санамен, жоқ, давай көңілі бұзылмасын, мен оған қарайын, или көңілі бұзылмасын, ну-ка мен енді еще лучше не істей аламын деп, осы адамның көңіліне бағыштап кетіп, соған поклоняться етіп жатқан сияқты боламыз. Ол үлкен көпірлік. Осы көпірліктен адамды Аллах оберегать ету үшін осындай күшті компас қойған жүрекке. Жүрек Алланың мекені. Сондықтан сезімдер жүректен шығады, өзіңізге сеніңіздер. Пассивный агрессорлармен не істеуге болатындығын айттым. Сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. Бүгін осы туралы бөліскім келді. Тағы бір зат айтқым келеді. Пока сіздер сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, мен вспомню. Вообще не по плану айтып кеттік қой. Күйеуіңе болсашы, тоже границаны защищать етеміз. Ғайша ханым, сіз жаңа деңгейде барсыз ғой, жеке шекараға тезірек жетіңіз. Сол жерде бүкіл инструменттер бар. Как нужно защищать, қалай, әртүрлі жолдары бар. Сол жерде терең айтылған. Муж и жена поочередно пассивный агрессор бола ма? Болады, конечно же, или екеуінің біреуі әдетте. Пассивный агрессор, үш не деп айттық қой, треугольнике, Карпман үшбұрыш алдында айтып аттым. Бұл театр. Бұл жерде агрессор бар, или тиран деп айтады, который всегда шық деп. Сен кінәлісің, сен деп тұратын адам. Екіншісі жертва, үшіншісі спасатель. И адам, егер мен жертва болатын болсам, мен на автомате екі навыгымда бар, мен и спасатель болам, и тиран болам. Олар үстіп дөңгелек айланып отырады. Сол үшін де айтылады. Қайталанатын проблемалар осы дөңгелектер. Қайталана береді. Почему? Потому что үшбұрыштың үш жағына жағалап жүрсің, оқтар басқа вариант жоқ. Бір кезде жертва боласың, спасательдің қасында болса, спасательдің жоқ болса, агрессор бола бастайсың, что ты меня не спасаешь деп, спасательға агрессор келеді, что ты всех спасаешь, аны дұрыс еместерін бүйтіп істеу керек еді деп. Егер сіз жертва болсаңыз, на автомате қасыңызда и спасатель, и тиран бар. Егер сіз тиран болсаңыз, на автомате қасыңызда и жертва, и спасатель бар. Короче, бұлар бір-бірімен үст қалған заттар ғой. Сол үшінде бұл кругтан шығу мүмкін емес, сол үшінде проблема бітпейді. Однотипный проблема қайталанып жатса, осыны біліңіздер, сіз осы кругтасыз. Бұл круг өмір емес, бұл театр, и бұл жерде бүкіл адамның өзінің выгодасы бар. Қандай? Жауапкершілік алмау, бәрінде жауапкершілік алмау бар. Біреу өзінің өміріне алғысы келмейді, біреу вообще ешқайсысын алғысы келмейді, біреу жаңағыдай ешқайсысын мойындағысы келмейді. Осылай каша-малаша. Туысқандармен то же самое. Туысқандармен арада просто шекараны қойып үйрену керек. Именно жеке шекара тематикасында бізде 12 сабақ бар. 12 сабақ, еще бір арт-терапиямыз бар. Бұл, знаете,
үйренілетін навык. Жаңа деңгейде осыны айтамыз. Біріне уже бастаймыз. Келіңіздер, өмірді өзгертіп бастаңыздар. Жалко то, что Айнұр ханым қосмады, но может и хайырлысы. Мүмкін басқаша сіздерге жеткіземіз, ол кісіде қалай өзгерістер болып жатқандығы туралы. Туысқандармен қараңыздар. Треугольниктің еще екінші түрі бар. Бірінші треугольник жаңағы мына бір треугольник қой, бір үшбұрыш. А екіншісінде көп үшбұрыш бір-біріне жалғанған андай доптар болады ғой, байқасаңыздар, элементсіздер қазір сызып көрсетейін. Сызып көрсетейін сіздерге. Не айтқым келіп жатқан, чтобы вы легче понимали. Лучше. Түсінген адам сол заттан шыға алады. Қазір сызам, сіздерге көрсетемін. Ой, мен әдемі сызайын, иә, чтобы сіздерге көріну үшін. Так. И бұл снежный ком сияқты. Бұл үшбұрышты еще снежный ком деп атайды. Мына көп тұрсыздар ма, қараңыздар, мына жерде мына бір үшбұрыш бар, потом екінші үшбұрыш бар. Бұл екінші үшбұрышта мына бірінші жазып қойын. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И бұл снежный ком доп секілді. Бұл үшбұрыштар өте көп. Бұлар обычно әулетте қайын жұртпен, мына жақпен бар ғой, құдаларда, сондайларда болады. Қараңыздар, бірінші үшбұрыш, байқап тұрсыздар ма? Бір ұшымен екінші ұшы екінші үшбұрышпен бірігіп тұр. Екіншісі тоже мына үшпен бірігіп тұр, мына жақпен и мына жақпен. Бұл не деген сөз? Қараңыз. Допустим, әйел мен күйеуінің арасында проблема болды. Екеуі каким-то образом ұрысып қалды, әркелсепке байланысты. И қыз алады да мамасына звондайды. Міне үшінші үшбұрыш қосылды. Әйелі күйеуі ұрысты, сөйтеді, олар қыз мамасына звондап, міне үшбұрыш образоваться етеді. И сөйтеді, мамасы алады, құдаға звондайды. Неге балаңызға қарамайсыз, бла-бла, ана бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп, иначе бала тұр. Күйеу бала. Осы үш треугольник болып кетті. Әкесі алады да баласын жағдайды, сен қызыңа қарамайсың, мынау алады, че, мен саған не үшін қызын бердім, бла-бла-бла, проблема шешілмейді. Бұл потому что бірігіп қалған дүние. И олар алады, екі баласы, күйеуі алады, мына жерде өзінің мамаларын қосады, енесіне. Өйстіп олар между собой ұрысып жатады, неге сол қызды алдың, неге бетін сүйттің деп. Мына жақта уже баласы мен мамасы, мияқта может туысқандардан уже әже қосылады, или же білмеймін, қайын сіңілі қосылады, или қайын ағаларда, кстати, қосылады. Не всегда женщина, и еркектерде де сондай адам бар, который прям отбасыға араласады, и бұзықсы келетін. Менде сол бір кісі жұмыс жасап жатыр. Кстати, сол кісі туралы айтып беремін қазір. Сол қосылады. Мияқта ағасы мен қайынысы тұр, мына жақта уже білмеймін, келесі бір отбасы қосылады, туысқан. Мияқта не алады, өйстіп, бұл уже снежный ком. Бұл, қараңыз, аты айтып тұрғанда, бұл сұрағыңыз көрттім, қазір оқимын, бұл снежный ком. Снежный ком не деген сөз? Ол басында кіші болды, жаңағы қызбен бала ұшты, и мамасы қосылды. И бұл треугольник. Треугольник ешқашан мәселені шешпейді. О жерде у всех есть своя выгода, ешқайсы нақты отырып, вот так деп шешімге ұмтылмайды. Там лишь бір-бірін кінәлау, чтобы бір-бірінің өзінің жаман қасиетін көрсетіп қоймас үшін. Өйткені көретін болса, онымен қайтып жұмыс жасайтын білмейді, или басқа шаблонды мүлдем білмейді. И только защищается. Сөйтеді, бұл снежный ком басында бір кішкентай, сөйтіп алады, жаңағы ене қосылды, ене салады, атағазандай, сол кезде алады, домалап кете берген сайын ол не істейді? Снежный ком үлкен бір затқа айналады, таудың басынан мультиктерде или бір фильмдарда көрсетіп жатады ғой, кішкентай доп түсіп келе жатады, қардың домалағы. Түскен сайын ол үлке береді, сөйтеді, бұл бүкіл әулеттің проблемасына айналады. Не только әулет алады, әулеттен ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын родология болып кетеді. Так, енді сұрақ оқиық. Оразымбетова ханым, сіздің атыңыз кім еді? Ана тура мұғалім сияқты по фамилия айтқан қызық екен. Так, сіңілімнің қайын жұрты өте жаман адамдар. Вот, маған жазғаныңыз өте күшті болды. Потому что алдын бір затқа шығам деген едім. Соны айтамын, өзіме түртіп алайын. И жаңағы. Көп заттар болып жатады, бөлсем деймін да, сосын қалып қалады. Так, сіңілімнің қайын жұрты өте жаман адамдар. Енесі сіңілімді шешесінен боқтап, енесі сіңілімді теуіп жібереді ме саған? Күйеу бала менің анамның сөйлемек түгіл көзіне тура қараушы болма деп тыйып отырады. Қайын сіңілісі 3 баласын дегесіз ұрып, үнемі қорқытып жылата береді ме саған?
сіңілім жылап жүр, бірақ шыдап жүре береді. Вот осы жерде проблема. Енесі кеттеп, киім кешегін далаға лақтырады екен, не ақыл кеңес бересіз? Кетіп қалуға кеңес берем. Вы что там, ею издеваются? Зачем ей там оставаться? Вообще қадірлеп жатқан жоқ қой. Қараңыздар. Осы тряпка, ана сіңіліңіз тряпка. Қазір айтам открыто. Тряпкаға не істейді? Барады да аяғын сүртеді. Ол сүрткен кезде біреу бар боғын жағады, біреу бар былайын жағады, біреу бар қақырғын түкіріп кетеді. Вот тура сол отношение болып жатыр. Потому что сіңіліңіз мүлдем жоқ. Скорее всего, сіңіліңіз кіші кезінде, ақыр вот сіңілі деп айтып жатсыз, мен қазір гипотеза жасай көрейін. Возможно, это про вас, возможно, нет. Возможно, өзіңіз бір затқа түйіндес өз түбіңіз таба аласыз. Сіңілі болса ол кіші. Возможно, кішіні өте көп жұмсаған болуларыңыз мүмкін. Жұмсау андай мағынада именно. Сен кішісің ғой, бар бүйт, бар сүйт. Типа, тебя нету, сен кішкентайсың, и ты должна работать, пахать, служить всем. Возможно, осындай отношение болды. И ол там и проявляет. Негізі кетіп қалу керек, неге кетпейді? Мүмкін қорқады. Үш баламен қайда барамын, мен кімге керекпін? Сол үшін шыдап жүр ғой, мен кетсем кімге керек, маған кім қарайды? Мен настолько ешкімге керек емес, іштегі сол ощущение, мен настолько ешкімге керек емес, қадірсізбін. И біздің ойымызда қандай ойлар бар, сол отражается вокруг нас. Енесі, жолдасы соны максимально көрсетіп жатыр. И бұл не үшін болып жатыр? Аллах, қайталап айтамын, құлдарын жеңілдік қалайды. Мейірімді, Аллах өте мейірімді. Құлы сол жерде оянып, есею үшін. Өзіндегі сол, оказывается, менде осы таракан бар екен ғой деп, тараканмен жұмыс жасау үшін беріледі. Бұл жерде еще басқа да выгодалар болуы мүмкін. Мен жаңағы айтам деген бір күшті затты айтып берейін. Бір кісімен разбор болды. И ол алып, інісі үйленген, інісінің келіні туралы айтып жатыр. И келіне көп ызасы келеді. Анаусын айтады, мынаусын айтады, жақтырмайды. Потом, кажется, өйстіп жатыр деп, сол туралы көп предполагать етеді. И айтам, неге ол кісіге осындай отношение? Рас менде ғой, менің ата-анам ғой дейді. Менің ата-анам ертең солармен тұрады ғой, қыз бала. Менің ата-анам солармен тұрады ғой. И келіннің ондай болғанын қаламаймын дейді. Сөйтіп, бүкіл кінә сода ма деп зерттедік. Оказывается, келін на самом деле ондай адам емес екен. Енесіне өте жақсы қарайды, неше түрлі подаркалар дарить етеді, сыйлайды, бетіне қарап ештеңке демейді, тамағын береді. Вот артық ештеңкесі жоқ. Неге онда сіз даланасыз оған? Неге сіз одан ондай затты көріп жатсыз? Тағы қарай қазбалаймыз. Ол екі қалада істейді екен да, вот балалар басқа жақта, ата-анасы басқа жақта. И сөйтіп келмей кетті папа мамаға дейді. Ал алдын үйленбей тұрып келетін бе десең, ол кезде де келмейтін еді. Неге? Өйткені қызы сояқта болды ғой, сол кінәлі. Қазір бүкіл затқа келінді кінәлап жатыр. Кейін айтып жатырмын да, қараңыздар, взрослый адам, жаңа інісінің ситуациясында алатын болсақ, ол, скорее всего, өзі келгісі келмейді. Өйткені қараңыздар, сіз егер туалетке барғыңыз келетін болса, үйде балаңыз бар, жер үй болатын болса, чтобы андай жақсырақ түсіну үшін, жер үйде, үйдің ішінде туалет жоқ, а сіз туалетті нереально қысып барады. Вот реально қысып жатыр сізді. Кішкентай балаңыз бар, не істейсіз? Балама қарайтын адам жоқ деп сол жерде пұтыңызға жіберіп отырасыз ба? Үйтпейсіз ғой. Егер балаңызды ешқашан жалғыз тастамаған адам болатын болсаңыз, осы ситуациямен қарай, сол жерде сіз тастайтын адамыңыз болмаса да, сізді дәрет қатты қысып жатса, сіз балаңызды қоя тұрасыз да, Аллахым саған тапсырдым дейсіз да, жүгіріп барып келесіз. Неге? Потому что қажеттілігіңіз қатты қысып барады. Сіз любой способты таптыңыз. Балаңызды осыған ешқашан жалғыз тастамаған болсаңыз, на тот момент Аллахым саған тапсырдым деді, тастап кеттіңіз де, и туалетке барып келдіңіз. Не үшін? Потому что ол сіздің қажеттілігіңіз еді. Тура солай. Егер ана інісі реально келгісі келетін болса үйге, ол любым способом жоқ барамыз деп барар еді. Это всегда так. Со стороны қанша сіз қарасаңыз да, ойбай, байқұс, ойбай, қиналып жүр десеңіз, вот сіңіліңізге қатысты, қиналып жүр деп ойласаңыз да, ол адам соны таңдап жатыр. Это факт. Оған сол жерде бір выгода бар. Ол сол үшін сол жерде жүр. Адам ол затты таңдап тұр. Ана баланың историясына келетін болса, мысалы, неге келмейді деп қазбаладық, қарадық, неге келмеуі мүмкін. Оказывается, папасы көп сөйлейтін кісі екен. И
көбінесе жақсы сөйлемейді, в основном тиісіп сөйлейді екен да, и получается бала сол отношениядан қашады, сол үшін де барғысы келмейді. Өйткені әкесі көп минустан бетіне басатын адам екен, критик кісі, и ол, скорее всего, вот мы так предположили, енді ол адам үшін біз сырттан сөйлесіп жаттық, адам өз келмейінше ештеңке айта алмайсың. Бірақ неге ол солдың таңдайтынын зерттеген кезде да сондай ойға келдік. Возможно, ол чтобы көп жұмыс жасайды. Кстати, ол кісі інісі көп жұмыс жасайды екен. Көп жұмыс жасайды не үшін? Чтобы доказать. Вот смотри, я добился деу үшін. Ертерек, может, көбірек ақша тапқысы келеді да, чтобы барып айту үшін. Пап, қара, мен добился, одобрение бұл алу үшін. И сол үшін да келмеуі мүмкін. Бұл жерде келіннің вообще кінәсі жоқ. Сондықтан сізге солай көрінетін болса, адамдар сырттан қаншалықты плачевно көрінсе де, адам сол зат таңдайды. Жоқ, сіңілімнің қайын жұрты үй ішімен намазхан, сондықтан дуалап қойған деп ойлаймын. Дуалау да мүмкін. Бала кезде қалай өмір сүрді, соны қараңыз. Возможно, бала кезде сол отношениені көрсе, адам на то и соглашается, потому что это знакомо. Кстати, вот тоже бір өте маңызды бір жағдай. Алдында, помните, мен бір шығам, бір шықпай қалам, сөйтіп жүрген едім ғой. И ол менің ростым болған еді. Мен көбінесе ұйықтайтын едім, көп сериал көретін едім, прям беліп кетіп, неше түрлі сериалдарды көретін едім. Неге? Өйткені менің інім сол болған. Ін нара деп айтады ғой. Сол жерге кіріп, чтобы ресурс жинайтындай. Қорққан кезде барасың, сол жерге отырасың, біраз деп, ну ладно, шықты, напряжение шықты дейсің да, и қайтадан өмірге қадам басасың. Тура солай бір история бар. Алдын сториста бөлістім, кеше вроде бөлістім. Папа мамасы қатты ұрысқан бір кісінің оқиғасы да. Ол кісіде солай папалары көп ішкендіктен үйлерінде өте көп айқай-шу болған, өте үлкен прям адам қорқатындай. И ана кісі қатты қорқатын болған екен. Қорқу ол үшін нормаға айналып кеткен. Ол постоянно қорқады. Норма, потому что ұрыс постоянно болады. И сөйтіп, ол кісімен қазір жұмыс жасап жатырмыз. И бір моментте ол кісіге бір подругасы бір күшті зат предлагать етеді. Ол өзі давно ойлап жүрген затта, давай бірге істейміз деп предлагать етеді. Ол кісіге қатты ұнайды. Өйткені об этом она мечтала. Бірақтан ода резко жаңағы қорқыныш басталып кетеді. И басында түсінбедік, конечно же, қарадық, может, родология, может, анау, может, мынау деп, и кейін тық етіп стукнуло, это же паттерн. Это паттерн поведения. Бала кезде қандай затқа үйренсең, хоть и ол ненормально болса да, қорқу ненормально же, бірақ сол постоянно бола берген кезде дене соған әбден үйреніп алады да, и сол затпен өмір сүреді. Новый зат, жаңа деңгей болған кезде адам сол ініне оралады, ін нарасына. Потому что это знакомое, бала кез. Бала кез не деген сөз? Атаның қасында. Ол қандай кісі болса да, атаның қасында. Наркоман болса да, ішкен болса да, білмеймін, басқа болса да, изнасиловать еткен болса да, ол ата-ана бала үшін. И ол в какой-то мере это стабильность и безопасность. В какой-то мере. Хоть и там, даже если не было безопасно, бірақ ата-ананың орнын ешкім баса алмайды. Сондықтан қараңыз, бұл детское ощущение. Ощущение то, что ата-ана қасында бар. Ата-ана үшін, ата-ана бала үшін өте үлкен мағына, да? Сондықтан ата-ана қандай болса да бала сол жаққа жағын тартып тұрады. И вот қазір хоть и өсті, ойындағы заттарға мүмкіндіктері ашылып жатыр, бірақ ода резко сол ощущение басталды. Бала өскен кезде қараңыздар, травма осылай жұмыс жасайды. Проработка жасап атасыздар, інге оралу керек болады, қайтадан, чтобы біраз ресурс жинап, қайтадан новый этапқа өту үшін. Бұл темаға қақтан кеткен едік. Вот паттерн жаңа айтпадым ғой, сіздің сіңіліңіз туралы айтып. Возможно, это ее паттерн, знакомый бір затта болуы мүмкін. Бірақ сіз көп зат жазып, давайте оқиық. Өткенде мол күйеу сол күйеу баламыздың машинасында келе жатқан кезде ГАИ ұстады, бірақ сразу шығып бармай күбірлеп сүре айтты. 3 рет айтып, 2 иығына дем салды, сосын шықты. Егер де бұзса, ГАИ штрафта салмай, ештеңге сұрамай жібере салды. Ол хоть и бұзса да, ережені, ГАИ ештеңке істемей, оны жібере салды.
сұрап едім, мен неше түрлі дұға білем, соның құдіреті ғой деген болатын. Сондай қылып сіңіліме де бірдеме оқып қойған деп ойлаймын. Иә, исламда сондай дұғалар бар, что оқисың, и әсер ететін заттары бар. Бірақтан дұға кімдерге әсер етеді, білесіздер ме? Дуалау кімдерге әсер етеді? Өзінің мынау полесі, аурасы өте слабый адамдарға. Әйел адамдарды айтады, месячный уақытында көп дұға етіңдер, көп сақтаныңдар дейді. Себебі жышылар сол кезде адамдарға көбірек жақындайды. И неге? Басқа кезде емес, сол кезде. Өйткені аура осы адамның айналасындағы защитный щиті деп ойлайық, бір поле или шарик сияқты елестетсек, ол слабый болады. Слабый болады деген сөз, тесіктері көбейеді. Алдын гладкий бүтін болған болса, егер де көп адамдарда бүтін болмайды, границасы жоқ адамдарда, осылай басқалардың айтқанынан шыға алмайтын адамдарда, сол слабый болса, басқалар олармен управлять ете алады. Сол үшін де қараңыздар, жышының мақсаты адаммен управлять ету ғой. Я адаммен управлять етіп, оны басқа жаман жолға тығу. Тура солай адамдарда да дұға бар, сүре. Жын шайтандардан сақтанамын дейді. И адам жын шайтандардан да сақтанамын деген зат бар. Адамның қасиеті настолько ужасный, да, что сол жышыдан да асып кететін уровеньда, и солардан да Аллахым саған сақтанамын дейді. Сондықтан кейбір адамдар сондай болады. Адамда өте қатты манипуляция жасайды, быт-шыт қылып тастайды. Бұл жерде бірақ адамның задачасы қайсы? Өзінің осы аурасын укреплять ету. Ол неден басталады? Мына дененің ішіндегі жанның тірілуінен басталады. Просто тупо өмір сүру емес, көніп адамға таңдау берілген. Айтады ғой, сендер пока, өткенде Құрманғазы ұстазында несін бөлістім ғой, сол жерде пример беріп атады да, аят бар. Адам, Алла құлдарының халін өзгертпейді, пока құлдары өздері өзгермейінше. Бұл не деген сөз? Өзгеру деген ол андай емес, бір сіз колоссальный бір істеуіңіз деген сөз емес, істеу керек деген сөз емес. Вам нужно вот это выбрать. То, что это не норма, и я хочу по-другому деп. Себебі Алла тағала әрбір адамда халифа етіп жаратқан. Басында да айттым ғой, біз біреуден бір нәрсе күткен кезде төмен түсіп кетеміз. И содан кейін бүкіл косяк басталады. А бұл косяктар не үшін бар? Чтоб ояну үшін сен мынаған табынба, сен Аллаға табын. Вы все наравне, бүкіл адам наравнеміз біз. Аллаға ғана табу үшін осы заттар беріледі. Сіңліңіздің осы заты жоқ. Ол ішінде, во-первых, өзі жоқ. Өзін көп затқа должен сезінуі мүмкін. Сіз сіңліңізбен сөйлеп көріңіз, сөйлесіп көріңіз. Неге ол кетпей жатыр? Одан кейін қорқуы мүмкін, чувство вины, чувство стыда, бүкіл комплекстар бар, бүкіл букет психологический жаңағы заттар бар. И вот это ее не отпускает. Бірақ егер сіңліңізді ішін толтыра бастайтын болса, ол затқа махкүм, тұтқын болып қалудың қажеті қалмайды. Ол өзі Аллах өз жерден и так та шығарады. Неге? Өйткені құл таңдады. Я хочу по-другому дегенді. Надеюсь, жеткізе алдым деп ойлаймын ойымда. Сұрақтарыңыз бар ма? Так, сіздер пока сұрақ жазғанша, екінші бір оқиғаны айтайын, жаңағы осы келін оқиғасы туралы, иә. Бір әйелі бар, бізбен жұмыс жасап жатқан, и ол кісі өте қиын келіндік өмірде. Ата енесі, потом қайын жұрты күн көрсетпейді. Ол жерде ол кісі оказывается даже енесі төсек тартып жатып қалған кезде ол кісіге прям бүкіл жағдайын жасаған. И дәрет жағынан болсын да, айтады кейде дейді, ол кісі қараңыздар, насколько ол кісі кетті алдыға қарай да, өзінің жаңағы самопожертвование. Үлкен дәретке шыға алмай қалған кезде дейді, прикиньте, ол кісі қолын тығып өзі шығаратын болған. Қандай зат, иә? Қандай зат. Бірақ ол кісіде мына проблема болады. Ол кісіде бала кезінде педофилға құрбаны болады. И содан ол өзін өте қатты кінәлі сезінеді. И сол кінәні жою үшін адам на все готов. Пока сол бала халіне несемейінше, адам сол неде әлі жүре, сол чувствода жүреді, қалай мен жақсы бола аламын деп, бүкіл затты жасауға дайын болады. И ол сол затты жасайды. Жаңағы тряпка болып жатыр. До конца түсті. Ешкім қадірлемейді. Ладно, егер қадірлесе көрсе, иә. Бірақ адам басқалар қашан қадірлейді, біз іштей өзімізді вот я делаю что-то ценное деп. Басқадан күтпей, ну-ка мен осын жасап жатырмын, енді маған молодец деп айтсыншы дегенді күтпеу,
өз өзіңе сен молодецсің деп айтады осы дүние, осы самоценность. Одан кейін жаңағыдай қайын жұрт жағынан талай зат көреді, даже сексуалды андай подкаттарды сондайға да ұшырайды. Басқа біреу болса вообще күн көрсетпейді, жинаған жеріне барады, қақырады, түкіреді, кәдімгідей, прикиньте, қақырады, түкіреді, мал сияқты қарайды. Сол кісімен жұмысты бастадық. Ол кісі жолдасы, ең маңызды момент, жолдасы вообще басқа қалада жұмыс жасайды. Әйелі ана бүкіл былықтың қасында, бүкіл жаңағы өзін қадірлемейтін бүкіл жердің ішінде отыр, күйеуі басқа қалада. И на все это не соглашается, и неге дейсің ғой. И бірақ ол кісіден мынандай өзгеріс болып жатыр. Ол кісі қазір жолдасының қасына кетті. Алдын бармайтын, алдын қорқатын баруға. Барсам тастап кеттім деп, ұрсады деп қорқып сондай. Қорқу сезімі это всегда кіші балада. Егер сіз қорқатын болсаңыз, қайталап айтам, измена бар. И ол кісі тоже измена болған. Бірақ ол алады, тағдырын өз қолына алады, ол таңдауды жасайды. Мен бұндай өмірді не хочу деп айтады. Естіп жолдасын қасына барды. И прикиньте, жолдас ештеңке демейді, қарсы алады, жақсы. Вот қалай адамдар өзгеріп жатыр. Хотя ей тогда казалось, осы затты істесем жоқ, быт-шыт болып кетеді, айқай-шу болады, ұрыс болады, төбелес болады, ажырасамыз деп ол қорқып шыдап жүре берген. Бірақ іштегі діңгек өскен кезде, іштегі мен деген зат өскен кезде ғана өзгерістер бола бастайды. И так-та Алла тағала адамдарды бұндай қиналып өмір сүру үшін жаратқан жоқ. Аллах өте мейірімді. Ол мейірімділік тек қана ақыретке барған кезде күнәларыңды кешіру тарапынан көрінбейді. Мейірімділік только там не проявляется, мейірімділік бүкіл жерде бар, осы әлемде де бар, өте көп. И соның бірі адамдарға таңдау берілді. Сол таңдаудың арқасында тағдыр жазылды. Осындай, короче, ойымды жеткізе алдым деп ойлаймын. Осы сәт тағы бір сәт айтқым келді. Ну-ка, сұрақтарыңыз болса, сұрай аласыздар. Я пока вспомню, что хотела. Так, осылар. Ну, жалпы бәрін неден бастадық, пассивно-агрессивден бастадық, и эмоциямен өмір сүрген кезде бұл жаңағы снежный комнан шыға алмайсың. Ол үшін рациональный мышление қосу керек, діңгекті есете бастау керек. Жаңа деңгейге келіңіздер, ханымдар. Бұлар қараңыздар, эфир тыңдау арқылы болмайды. Или маған бір сұрақ қойып, сонымен шешіле ала салатын дүние емес. Бұл кәдімгі жұмыс, бұл реальный жұмыс. Ол бір курс көріп, отырып, сол жерде айтқандарды істеп, қана бола салатын дүние емес. Оны сіз істейсіз, одан кейін, возможно, бір сұрақтар туындайды. Возможно, тағы бір басқа зат болады. И солардың бәрімен жұмыс жасау деген сөз. Сол кезде ғана адамда жаңа ступенькалар бола бастайды. Рахмет лайктарыңызға, ұнағанына өте қуаныштымын. Сұрақтарыңыз болса, как всегда, жаза аласыздар. Конечно, всегда қолымнан келгенше жауап берем. Ал кім реально өзгерісті таңдайды, кім реально уже все хватит, хочу по-другому деп айтады, сіздерге есік ашық, жаңа деңгейге жазылып үлгеріңіздер. И бағалар толыққанда, бірақтан бонус сохраняется пока что. Үлкен ауқымды бонустар. Екінші тарифке 4 жеке консультация, оның құны 200 000 теңге. Өйткені қараңыздар, біреулер айтады, мәні қымбат сумма деп айтады. Бұл қымбат емес. Өйткені бұның жемісі бар, артынан шығады. Сіздің өсуіңіз бар, сіздің қарым-қатынастағы өзгерістеріңіз бар. Недегі, Айнұр ханымның затымен местермен бөлсем, иншаллах, каким-то бір істейміз бөлсем, сол кезде көресіз, это того стоит или нет. Сол себепті қымбат емес, чем измеряется, насколько это вам приносит плоды. Сіз барып 200 000-ға бір көйлек алып, потом ол көйлекті бірақ тойға кисеңіз, бұл қымбат. Бірақтан сіз 200 000-ға көйлек аласыз, и ол көйлекті 5-6 образбен сочетать ете алсаңыз, ол қымбат емес, потому что 206-ға бөлесіз, сол кезде әр көйлегіңіз қаншаға түседі? Ну, примерно 40 бір нәрсеге түседі. Мүмкін біреу үшін қымбат та шығар, бірақ мен примерно бөлісуге тырыстым. Тура сол сияқты бұл жерде алдыңғы марафондарды бөлістім сіздермен. 2 күндік марафон 4 000 теңге. Әр күнге бөлгенде 2 000 теңгеден шығады. Ал жаңа деңгейді сіз 180 күнге бөлген кезде там копейки выходит. Ең қымбаты осы 200 бір нәрсе шығады. 2000 бір нәрсе шығады. Ең арзаны 600 с чем-то шығады күндігіне.
сіздер тура сондай марафондарды алып жатсыздар, результат бар ма? Жоқ қой. Мүмкін аз-маз бар. Біреулерде аз-маз болады да тоқтап қалады. Неге? Өйткені бұл жұмыс жаңағы айтқанымдай, біз 3 айлық терапия жасаған кісіде осы қорқыныш затынан 1000 барып 1000 келдік. 1000 барып 1000 келдік. И вот сізде егер де поддержка біткен кезде сіз қайтадан осы қорқыныш ініне кіріп кетесіз ғой. Әркім өзінің жаңағы паттерні. Менікі ұйқы мен сериал болады. Егер де менде тоже жаңағыдай консультацияларым, менің өз жеке терапияларым болмаған кезде мен сол жақта қалып қалар едім. Қайтадан ұйқы, потом сериал и ары қарай төмен түсіп кете берер едім. Сол себепті осы заттан шығу үшін әжептәуір жұмыс қажет. И вот мен қазір айтамын, бұрындары мен бір нәрседен қорыққан кезде или новый бір этапқа өткен кезде біраз уақыт ұйықтап қалатынмын, ұйықтап жүретінмін, эфирға да шықпаймын, резорға бір нәрселер істеп жүремін, қазір вообще ұйықтамаймын. Прикиньте, мен сол шүкір сол іннен шықтым. Енді маған қазір, чтобы восстановиться, ол ресурс жинауға ін деген нара. Ресурс жинау үшін бұрындары 1 апта, 2 апта, мүмкін 1 ай, бастапқы кездер 1 ай сонда керек болғанда, қазір маған восстановиться ету үшін жарты күн жеткілікті. Мысалы, бүгін айттым, пассивно-агрессивный историясы реально вот кипеть етті, ужас болдым. Бірақ сіздермен біріншіден бөліскендіктен, одан кейін біраз уақыт өтті, и все, меня отпустило. Ол не деген сөз? Уже ресурста адам оңайырақ, жылдамырақ жинай алатын болады. Оған уже бұрынғыдай 1 апта керек емес, или 1 ай керек емес болады. А біреулер өмір бақи сол ресурс жинау інінде жүреді, бірақ оның ресурс екенін түсінбегендіктен өзін кінәлайды, неге әлі жұмыс істемей жатсың, неге әлі өспей жатсың дейді да, и қайтадан жаңағы шықпас неге кіреді. Домалақтың ішіне кіріп қалған болады. Не өспейді? Өсу үшін оған ресурс керек, ресурс алу үшін жаңағы іннің ішінде отыр, бірақ өзіне ресурс алуға рұқсат етпейді, өйткені кінәлап жеп отырады, и сөйтіп не ары бармайды, не бармайды, бері бармайтын болып жүреді. Сол ханымдар, біріне бастаймыз. Консультациялардың сол бонустары именно неге дейін басталады, сол біріне дейін сақталынады, одан кейін ол бонустар болмайды. Ал бір консультацияның құны осы қымбат арзаннан басталған едікке 50 000 теңге, и это реальная работа, ол қымбат емес. Ол қымбат емес. Сол мүмкіндікті қолданып қалыңыздар. Короче, екінші тарифта 4 жеке терапия бар, құны 200 000 теңге, и это дается бонус ретінде сыйға. Вы за это не платите. Үшінші тарифта 8 терапия, одан бөлек үшінші тарифта өзінің тағы да бір терапиясы бар, 3 жеке терапия, плюс жаңағы нелер, группалық терапиялар бар, и соңғысында не бар, 13 терапия қосылып беріледі, и өзінің да терапиясы бар. Менде солай болады, күйеуіммен конфликт болғанда 2 күн минимум өзіме келуге кетеді. И это нормально. Сол периодта Ғайша ханым өзіңізді жемеу керек. Жақсы? И түсіну керек, бұл мен ресурс жинайтын моментім деп. И өзіне разрешать. Осындай ханымдар, тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Надеюсь, было полезно. Егер солай болған болса, лайк, коммент жазыңыздар. Бұл сіздердің рахметтеріңіз. И жаңа деңгейге барлық өзгерісті таңдаған адамдарды күтеміз. Все, тогда мен үшін қайырлы түн сіздерге.